Сәлеметсіздер ме, құрметті қымбатты тару әлемнің көрермендері және қонақтары. Бүгін сіздерге қазақша пассианс ұсынам. 21 шілдеден 31 шілдеге дейін тавишка белгісін не күтеді, соны қарайтын боламыз. Болжамды мен старинный русский пассианс арқылы жасайтын боламын. 5 карта шығарамын және квадрат жасаймыз. Сәйкес келген сурет бізде жағдайды білдіретін болды. Және таро универсальныйдан бір карта шығарамын. Ол бізде кеңес ретінде болады. Сонымен болжамымызды бастайық. Арнаға жазылыңыз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Тавишка белгісі не күтеді? 21 шілдеден 31 шілдеге дейін тавишка белгісі не күтеді? 21 шілдеден 31 шілдеге дейін тавишка белгісі не күтеді? Қарайық. Бірінші сәйкестік бізде етік сәйкес келді. Келесі егер мен бір белгіні жіберіп алсам, сіз тауып алсаңыз, міндетті түрде комментарийға жазыңыз, мағынасын айтамын. Екінші сәйкес келген сіздерге сақина сәйкес келдім. Келесі қарайық. Мұнда бізде қылыш пышақ сәйкес келдім. Қылыш деуге болады. Одан кейін мұнда бізде доңыз сәйкес келдім. Ол бізде ескерту ретінде болады. Келесі басқа аққу сәйкес келді. Ол жақсы белгіге жатады бізде. Және соңғысы жақсы. Болжамымыз дайын. Енді Таро универсальныйдан бір карта шығарамын. Ол бізде кеңес ретінде болады. Кеңес осы 10 күнге тавишкаге кеңес. Қандай кеңес береді тавишкадерге осы 10 күнге? Қарайық. 10 күнге кеңес. 10 күнге. 21-нен 31 шілдеге дейін тавишкаге кеңес. 21-нен 31 шілдеге дейін тавишка белгісіне кеңес. Қандай кеңес? 10 күнге 21 шілдеден 31 шілдеге дейін тавишка белгісіне кеңес. Картадан кеңес алайық. Кеңесіміз дайын. Енді жақсы пассианстан іздейік, жақсыны іздейік. Жақсы белгіден бізде күн сәйкес келмеді. Келесі жүрек бір жартысы осында, екі жартысы осында сәйкес келмеді. Колесо бізде сәйкес келмеді. Келесі бізде гүл бір жартысы осында, гүлдің екінші жартысы. Сіздерге гүл сәйкес келді, өте жақсы. Гүл сәйкес келді сіздерге. Басқа тағы бізде кеме бір жартысы осында, екі жартысы осында сәйкес келмеді.
кілт бір жартысы осында, кілттің екінші жартысы осында сәйкес келмеді. Олень бізде сәйкес келмеді бұғым. Басқа мұнда сәйкестік бар секілді. Қараңыз, кешірім өтінем. Мынау бізде топор сәйкес келді, және осында сібірткі сәйкес келді. Мұнда гүл, жақсы. Гүлді сәйкестендірек, бұлай да қарауға болады, жақсы. Қазір бір минут. Картадар өте кішкене, сондықтан біраз ыңғайсыздау. Сонымен басқа сәйкестік көріп тұрған жоқпын. Егер тауып алсаңыз, жауабын айтыңыздар. Айтамын, не білдіретінін. Жақсы, сонымен қарайық. Мұнда тағы сізге урок сәйкес келді. Көп события сіздерде, тәуешкідер осы 10 күнде болады. Қараңыз. Жақсы. Бірінші сәйкес келген сіздерге бірінші жағдай, ол 21-22-сінде шілденің сізге етік сәйкес келді. Етік ол жолды білдіреді, жолға шығасыз. Мысалы, сізді іс сапарға жіберемі, немесе сіз демалысқа шығасыз шілденің 21-22-сінде. Келесі сізге сәйкес келген, ол топор сәйкес келді. Топор сізге бір жағымсыз жағдай болады, бір күтпеген жағдай, немесе сіз бір нәрсеге нүкте қоясыз. Келесі сізге сәйкес келген, ол 25-інде, 23-25 аралығында сізге кинжал сәйкес келді. Кинжал ол бізде бір шешім қабылдайсыз, бір нәрседен бір жола құтылғыңыз келеді, бір нәрсеге нүкте қойғыңыз келеді, бір жола бір адаммен қарым-қатынасыңызды бір жола мысалы үзесіз, сондай бір батыл бір қадам жасайсыз, бір батыл бір іс-әрекет жасайсыз. Сізде мысалы кинжалда, топорда бар, біреумен қарым-қатынасыңыз үзесіз бе, бір жола араласпайсыз, осындай жағдай болуы мүмкін. Келесі сізге мұнда доңыз түсті. Доңыз бізде жауды білдіреді, бір сізге жұмыста мүмкін бір жағымсыз жағдай жасайды бір адам. Ол жағымсыз адам болуы мүмкін өміріңізде. Сол адаммен сіз мүмкін қарым-қатынасыңызды үзесіз. Келесі мұнда сізде метла түсті. Ол бізде ұрысты білдіреді. Осында бір 25-інде көп жағдай болады. Топор, метла, кинжал. Бір адаммен сіз ұрсасыз, сонымен қарым-қатынасты үзесіз бе, ол сізге бір жағымсыз жағдай жасай ма, немесе сізді артыңыздан сөз сөйлей ме, іс-әрекет жасай ма, бір сондай бір адаммен осындай бір жағдай болуы мүмкін, сіз онымен ұрсасыз, метла. Одан кейін сізге барлығы жақсарады, ол адамды өміріңізден бір жола кетіресіз, кетеді өміріңізден мүмкін, немесе осындай жағдай болуы мүмкін, жеке өмірде болуы мүмкін ол жағдай, немесе жұмыста болуы мүмкін. Одан кейін сізге гүл түсті. Гүл ол кездесуді білдіреді. Біреумен кездесесіз, одан кейін сізге тағы бір жақсы белгі түсті. Ол бізде рок түсті.
Ол бізде мынау бізде табысты білдіреді, табыс келеді. Бұл кездесу, сізге табысты бір кездесу болады, сізге ақша, қаражат алып келеді. Сондай жағдай болады сізде. Келесі сізге сәйкес келген белгі бізде келесі сәйкес келген мұнда бізде сәйкестендірген болады. Бұлай қараймыз. Ол бізде воин сәйкес келді. Сізге қамқорлық жасайды, біреу қамқор болады сізге. Осы 25-нен кейін сіздің жағдайыңыз жақсарады, тәуішкідер. Сізде табыс келеді, кездесу болады, қамқоршы болады, қамқорлық біреуден табасыз, воин бізде. Және сізге соңында 28-29 аралығында сізге ай түсті, аққу түсті. Ол бізде жақсы, жағымды хабарды білдіреді. Бізде сәттілікті білдіреді, өміріңізде жақсару болады, жаңару болады, қуаныш болады. Сонымен сіздің осы 10 күніңіз аяқталады. Осындай сізді 10 күн күтеді, тәуішкідер. Қандай сізге кеңес қарайық. Сізге кеңес шестерка мечей түсті. Шестерка мечей, сіз басқа бір жаққа қозғаласыз. Сізде қозғалыс болады, жаңару болады. Осы 25-нен кейін мүмкін сіз жаңа жерге барасыз, жұмысыңызды ауыстырасыз ба, немесе сіз іс сапарға шығасыз. Сізде етік түсті, жолды білдіреді. Немесе жұмыспен сізді басқа жұмысқа ауысасыз ба, өміріңізде бір жаңа кезең басталады. Және сол сізге кеңес, жаңа кезеңді бастаңыз. Егер сізге ұсыныс түссе, басқа бір жерге жұмыс жасаңыз, өзіңіздің қоршаған ортаңызды ауыстырыңыз. Жаңа өміріңізге жаңа кезең бастаңыз, жаңа жаққа жылжыңыз. Сондай сізге кеңес картадан. Тәуішкідер, 10 күндеріңіз сәтті өтсін. Арнаға жазыңыз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басыңыздар, құрметті көрермендер. Келесі видеоға аман сау болыңыздар.